Ассалаумағалейкум, сіздермен алда гараж. Бүгін бізде Nexia-ның жалғасы. Соңғы кезде видео түсіре алмай кеттім. Қазіргі жағдай осылай болып тұр. Краске дайын бұйырса. Қазір енді краске шашуға асығып тұрмын. Бірқатар грунтовка шашылған жерлерін көрсетейін. Мына крыло ауысты. Жаңа тайваньский крыло. Мына жақта крыло ауысқан жоқ, өзінің крылосы. Сынған жерлерін ғана шпаклевканы түсіріп, сол жерлеріне жақтық. Мына жерлеріне грунтовка шашылды. Аст жақтары пароктары. Мына жаққа грунтовка шашылды. Краскенің мынаның ішіне де шашылады. Мына жаққа бірақ грунтовка шашқан жоқпыз. И мына крылода грунтовка. Қазір бұйырса енді красканы бастаймыз. Қалай краскелейтін бәрін дұрыстап түсіндіруге тырысам. Краска біткеннен кейін толықтай не жұмыс жасалған бәрін айтып өтетін боламын. Краска бізде 4 литр акрил. Бәрін бір баклажке құйып дайындап алдық. Мынаның жартысы бізде 202 дейтін краска. 202 ол ішінде көк қоспасымен жүреді. Ал жартысы таза ақ. Қатты көкшіл болып кетпесін деп ақты араластырдық. Қазір енді бізде 4-ке 1 отвердитель, 200 мл краска құйып аламыз. Сосын 50 мл отвердитель, 100 мл мынандай разбавитель бар, универсальный. Осыны қосамыз. Солай араластырып шаша береміз. Толықтай обезжирка жасадық. Енді салфеткамен сүртіп шығу керек. Әр видеода салфеткамен сүртеміз деп айтам, бірақ қандай салфетка екенін көрсетпейді екен, елдер түсінбей қалып жатыр. Салфетка бізде бүгін мынандай салфетка. Салфетканың жұмсақ болғаны жақсы. Қатты салфетка болса сыз ұстауы мүмкін. Кәдімгі марля. Осымен қатты баспай, ақырында сүртіп шығамыз. Бетінде шаң тозаң, кішігірім қап кеткен қылшықтар болса, бәрін аламыз. Қаңқаның краскасын бітірдік. Енді капот бампер есіктері қалды. Оларды краске дайындау керек. Жалпы шірік жерлерін бәрін кесіп алып тастап жамадық. Жамалған жерлерден қатты әдемілеген жоқпыз. Бетіне гравитекс шаштық. Гравитекс мына жерлерде қалың болып кетіп, бет жағы ғана кеуіп, аст жағы кейіннен кепкенге былай жарылып кетті. Міне ана жақтары кішкене нормальный сияқты. Енді артқы крылоға есіктердің барлығына обешумка жасалған екен. Осы ашық тұрған жерде қазір полға и подлокқа обешумка жасап жіберсек деп ойлап отырмыз. Енді торпедан салмай тұрып печканың радиаторын ауыстыру керек. Сосын мына бір вакуумдарын ауыстыру керек. Жыртылып кеткен. Қазір алып көрсетем қандай жағдай тұрғанын. Вакуумдардың диафрагмасы жыртылып та кетуі мүмкін. Көпшілік жағдайда мына іліп тұрған құлақтары да сынып кетіп, жерге түсіп қалып, дұрыс итере алмай қалады. Негізі шешіп алу қатты қиындық туғызбайды. Мына жерінде, қазір көрініп тұрмын, мына жерінде міне мынандай бір құлағы бар тартатын. Осын былай шығарып тұрып, былай қарай тартып алсақ, міне осылай шығады. Бүйтіп кіре салады мына жерден. Осылай аламыз. Мына құлақта көбіне сынып кетеді. Вакуум жағдайы бізде міне. Мына біреу прямой дейтін бұл постоянно нагрузкамен тұрады, тартып тұрады, ауамен бүйтіп. Соған тез жыртылып кетеді бұның диафрагмасы. Жалпы мынаны басып тұрып, бүйтіп itергенде итерілмеу керек. Негізі диафрагмасы бүтін болса, бізде міне итеріліп тұр. Мына жақтан тіпті ауа шықпайды. Бүйтіп итеріп болып басып ұстаған кезде ұстап тұру керек. Бізде ұстамайды да бүйтіп шығара береді.
ол өзінде тұрғаны. Біздің алып келгеніміз мына аузын басамыз. Итерген кезде мына итерілмейді. Негізі осылай істеу керек. Сосын былай итеріп тұрып аузын ұстаған кезде диафрагма жыртық болмаса осылай ұстап тұрады. Негізі осылай жұмыс істейді. Бұл нагрузкамен тұрады. Постоянно ауаны тартып жіберген кезде былай шығып кету керек. Осы дұрыс жұмыс істеп тұрған вакуум болып есептеледі. Екінші вакуум бізде екі жақты диафрагма. Ішінде екеуі болады. Бұны тексерген кезде басып апарып алып келеміз. Бұл деген сөз бізде бір диафрагма жыртылып кетті деген сөз. Мынаны басқан кезде апарып алып келу мүмкін емес. Бір жағы бүтін, бір жағы жыртылған. Ал біздің алған вакуумымыз екі жағы да басу мүмкін емес. Мына жағда да сондай. Осылай жұмыс істеу керек негізі. Печканың радиаторының жағдайы мынадай. Қатты бір су қайнаған сияқты. Ісініп кеткен жерлер көрініп тұр қисайып. Жаңасы теп-тегіс болады. Асты жақтарда жерлер ісініп кеткен кәдімгідей. Былай тегіс болу керек. Жандарда ісініп кеткен. Жалпы еш қиындықсыз 3 болтпен шығады. Мынандай 3 болты бар. Сосын үстіне мынандай крышкасы бар. Асты жағынан мына жерде тұрады былай. Торпеданы шешпей-ақ радиаторына ауыстыруға болады. Әбеш шумкасы жабыстырылды. Бір қабат темір бар жерлерге ғана жабыстырдық. Мына пол бір қабат. Мына жерлерде бір қабат темір. Мына жерлерде бір қабат. Мынандай жерлерге жабыстырмадық. Мынандай жерлерге. Барынша енді түбіне дейін жеткізуге тырыстық. Жағдай осылай. Мына жағында да енді астында екі қабат гравитекспен үстінде әбеш шумка. Біраз нәрсені ұстайтын шығар деп ойлап отырмыз. Төбесінде бізде ең үлкен ашық бір жермен аяғындағы 20 см жерді ғана жабыстырдық. Алдында мына бір ашықпен, артында 5 см жері қалды. Оны маңызды деп ойламадық. Моторын да салып қойдық. Аяқтарын бәрін жинай беруге болады. Жалпы қандай жұмыстар жасалды? Шірік жерлердің бәрін кесіп алып тастап жамадық темірден. Жамалған жерлердің бәрін тазалап, бетіне шпаклевка жақтық бірден. Эпоксидный грунт, кислотник шашқан жоқпыз. Шпаклевканың өзі де 1-2 жыл тұрып береді. Оған дейін енді ол жер шиім дегенше басқа жер шіріп кететіні анық. Жалпы порогтар шықты. Былай қарағанда мына жер деген алдыңғы жағы кәдімгідей ойылып тұрған болатын. Өзін шығардық. Шірік жерлердің бәрін алып тастап темірден жасадық. Ар жағы да сондай. Астына полный гравитек шаштық. Мына жағында да сондай. Көрініп тұр деп ойлаймын. Мына жерде де порог осылай шығарылды. Гравитекс глушительдің астында тұрған защитниктерін де алып тастап астына шашқанбыз. Енді қазір көріне ме, көрінбей ме. Осын шешкен кезде ручниктің тросын ауыстырып жібердік. Жаңа трос. Алды жағына да шаштық. Гравитекс. Бәрі енді көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Енді артқы жағына шашу керек. Мына жақтарына Былай өзінің гравитекстер түсіп қалған. Кейбір жерлер алды жақта темірлерде көрініп тұрған болатын. Енді осы арт жағына гравитекс шашсақ болды бұйырса. Мына жақта артқы глушителін де салып қойдық. Гофрасын да ауыстырдық. Гофрасы жыртылып кеткен болатын. Ішкі жағында енді бізде екі жұмыс қалды. Біреуі артқы тонировка. Қатып жабысып қалған, алынбай жатыр. Пышақпен қырып алып жатырмыз. Екіншісі мына бір проводтар. Алдыңғы видеода көрсеткем. Бұл провод бензин насосқа барып тұрған жерінен кесілген, плюс бүйтіп қолмен қосып ажырататын еткен. Не үшін? Машинада газ бар. Оталдырған кезде осылай оталады. Қызғаннан кейін автомат түрде газ қосылады. Сол кезде мынау ажырамайды. Екеуі бірге істеп, машина тұншығады, газ бен бензин. Сол кезде қолмен былай ажыратып жібереді. Негізі мен қатты түсінбеймін, бірақ та газдың компьютері өзі бензин насосының релесін немесе форсунканы ажыратып тастау керек деп ойлаймын. Ыңғай кезде солай істейміз. Егер болмаса, осы жағдайды мына жаққа кнопкамен апарып қоямыз торпеданың қасына. Мынаны бәрі жалғап тастауымыз керек, былай салақтап жатқан болмайды. Осы екі жұмысты бітіргеннен кейін ішін толықтай жинай беруге болады. Водительдің орындығы бізде мына жер ойылып ішіне кіріп кеткен болатын. Тегістеп әдемілеп қойдық. Жалпы астында сынбаған жер жоқ екен. Свагленген жерлері
көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Айналып бәр жер сынған екен, аяқтары. Бәрі сырғакленді. Мына жерлері, мына жақтарында да. Мына жері жұлынып қалып, былай қарай кетіп қалған. Сол кезде пружина төмен қарай түсіп қалған екен. Мына пружиналар қазір қап-қатты болып әдемі болып тұр. Жағдай осылай. Капотын ауыстырамыз деп ойлағанбыз, бірақ ауыстыратындай мүмкіншілік болмады. Сөйтіп қарасақ, карказдар аман екен. Аяқтардың бәрі майысып сынбаған карказдары. Соның үшін өзін тегістеп түзеп жатырмыз. Почти дайын болып қалды. Бүгінге осымен аяқтасақ деп отырмыз. Жалпы видеоны лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде өтіп көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.